теңсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын ең үлкен бүтін шешімін табыңыз. Біріншісі 6 үлкен түбір астында 3x плюс 18-ден, екіншісі түбір астында 5 плюс 4x үлкен немесе тең түбір астында 3 минус 2x-тен. Бірінші теңсіздікте анықталу образын алатын болсақ, 3x плюс 18 үлкен немесе тең 0-ден. Енді квадраттайтын болсақ, 36 үлкен түбір мен квадрат жойылады, сонда 3x плюс 18 қалады. Біріншісінде 3x үлкен немесе тең 18 болады, минус 18. 3-ке бөлсек, x үлкен немесе тең минус 6-дан. Екінші 36-дан 18 азайтсақ, 18 кіші 3x-тен. Орындарын ауыстыратын болсақ, 3x кіші 18-ден. 3-ке бөлетін болсақ, x кіші 6-дан. Сонда минус 6-дан үлкен, және 6-дан кіші. Сонда минус 6 мен 6-ның арасында. Біріншісінің шешімі. Екіншісінің шешімі. Бірінші анықталу образын жазып аламыз. 4x плюс 5 үлкен немесе тең 0-ден. Екінші оң жақтағы түбірдің де анықталу образын жазсақ, 3 минус 2x үлкен немесе тең 0-ден. Сосын екі жақты да квадраттағанда түбірлер жойылады. 5 плюс 4x үлкен немесе тең 3 минус 2x. Біріншісінде 4x үлкен немесе тең минус 5-тен, x үлкен немесе тең минус 5-ті 4-ке бөлсек, минус 1,125. Екіншісі минус 2x үлкен немесе тең минус 3-тен, минус 2-ке бөлетін болсақ, x минус 3-ті минус 2-ке бөлсек, 1,5. Теңсіздіктің белгісі өзгереді, кіші немесе тең. Ал мына жерде үшіншісінде 4x оң жақта минус 2x келсе, плюс 2x үлкен немесе тең 3, оң жақтағы 5 былай бөлсек, минус 5. 6x үлкен немесе тең минус 2-ден. X үлкен немесе тең минус 2-ні алдыға бөлсек, 3-тен 1. Енді осылардың бәрін жазатын болсақ, жаңа біріншісі минус 25-тен үлкен болды. Минус 1,125-тен үлкен. Екіншісі 1,5-дан кіші. Сол жағы болады кіші болса. Үшіншісі x үлкен минус 3-тен 1-ден. 3-тен 1 енді екеуінің ортасында болып үлкен болса. Енді үшеуінің қиылысуы минус 3-тен 1-ден бастап 1,5-ға дейін. Ал енді бірінші, бұл екінші теңсіздіктің шешімі бұл. Минус 3-тен 1-ден 1,5-ға дейін. Ал енді бірінші теңсіздікпен салыстыратын болсақ, минус 3-тен 1, 1,5. Осы екеуінің арасы болған. Енді екеуінің қиылысын алатын болсақ, ол да минус 3-тен 1-ден 1,5-ға дейін. Ең үлкен бүтін шешім, сонда 1,5-нан кіші 1,5-ға дейінгі ең үлкен сан, бүтін сан 1 болады. Сонда ең үлкен бүтін шешім, мына жерде 1 тұр. Ең үлкен бүтін шешім сонда 1-ге тең. Жауап С.